Қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жасалуы оп-оңай, тапа-тап пісетін балды торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 150 грамм балымызды салып, тоқтатпай үздіксіз баяу отта араластырып отырамыз. Балымыз осындай су сияқты сұп-сұйық болған кезде 1 шай қасық ас содасын қосып, аппақ пена болғанша араластырамыз. Осылай көтерілгеннен кейін 3 ас қасық қантымызды салып, ашық сары түске енгенше баяу отта үздіксіз араластырамыз. Бізде осындай түс бергеннен кейін отымызды өшіріп, басқа ыдысымызға осы массаны құйып аламыз. Ыстықтай үстіне 30 грамм мөлшерінде сары майымызды қосамыз. Ыстық болғандықтан сары май тез ериді. Және де бөлме температурасымен бірдей жылы болғанша қойып қоямыз. Оған дейін кремін жасаймыз. 400 грамм қаймағымызға 150 грамм қантымызды қосып, 5 минуттай тоқтаусыз миксерлейміз. Қамырларымыз дайын болғанша кремімізді тоңазытқышқа салып қоямыз. Массамыз кішкене суығаннан кейін үстіне бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға 350 грамм мөлшерінде ұнымызды қосып, осындай қолға жабыспайтын қамырымызды илеп аламыз. Қамырларымызды бірдей 6 немесе 8 бөлікке бөлеміз. Нан тақтайымызға қамырларымыз жабысып қалмас үшін ұн пайдаланып, өте жұқа етіп жайып аламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін үстіне табамыздың формасымен бірдей тарелкамызды қойып, немесе формамызды қойып, бірдей пішінде кесіп аламыз. Барлық қамырларымызды осылай алдын ала кесіп дайындап қоямыз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін табамызды орташа отта қыздырып, барлығын пісіріп аламыз. Табамызды майлаудың қажеті жоқ, қамырымыз жабыспайды. Осылай астыңғы бетін 1 минут, үстіңгі бетін 1 минуттан жалпы 2 минут мөлшерінде пісіреміз. Барлығын пісіріп алғаннан кейін қалдықтарында пісіріп аламыз. Бізге осындай қалдықтары сыртын әрлеуге қажет болады. Балды тортты жинайтын ыдысымызға астына 1 қасық мөлшерінде қаймағымызды құйып, осылай жағып шығамыз. Корждарымызды қойып, үстіне 3 ас қасықтан қаймағымызды жағып шығамыз. Бізде қаймақты креміміз сұйық болғандықтан оңай жағылады корждарымызға, және де жақсы сіңіп, тортымызды жұмсақ қып шығады. Барлығын орналастырып болғаннан кейін ең жоғарғы бөлігіне қалған кремнің барлығын құйып, осылай бетін тегістеп, жиектеріне патек жасаймыз. Осылай жиектерін тегістеп шығамыз. Енді сыртын әрлеуге осындай пісіріп алған бөлікше қамырларымыздан үгітінді жасаймыз. Мен пышақтың көмегімен үгітіп алдым. Кез келген әдіспен үгітіп алсаңыздар болады. Барлық керекті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар. Үгітіндімізді осылай дайындап алғаннан кейін тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Тортыңызды өзіңіз қалаған жеміспен немесе шоколадпен әсемдесеңіз болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін 3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз, немесе 1 түнге қалдырсаңыздар да болады. Тортымыз жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.